Жолдың шеті әлі дірілдеп тұрғандай еді. Күздің қара суық кеші. Аспан төмендеп түсіп, шамдар су бетіндегі жарықтай қалтырайды. Көліктің терезесі тас талқан, қиыршық әйнек жұлдыздай шашылып, сары жапырақтың үстінде қатып қалған. Ал бір бұрышта жедел жәрдемнің көк шамы бір сәт жанды, бір сәт өшіп, бәрін шындық пен түс арасындағы шекараға сүйреп тұрған. Жанар деген қыз, 11 жаста ғана. Қазір әлде бір ақ матаның астында үнсіз жатыр. Қасында анасы Айдана шырқырап, дауысы қарлығып біткенше бір ғана сөзді қайталайды: "Тұршы, қызым, тұршы." Әкесі Ерлан тізерлеп отыр, көзінде жас жоқ. Бірақ бүкіл әлем оның ішіне құлағандай. Ол жодырығын тасқа түйіп, саусақтары көгергенше қысқан. Жоқ, бұлай болмауы керек деген ой қайталана берді, қайталана берді, қайталана берді. Оларды жедел жәрдем көлігіне отырғызғанда, екі ересек адам бір мезетте ғана тынышталып үнсіздікке кептелді. Тек тыныс, тек үзік-үзік. Қыздың арғы жағында дәрігерлер бір-біріне қысқа бұйрық айтады. Қағаз сықырлайды, қолғап сыбдыры, жүрек мониторындағы сызық ұзарып кеткендей көрінді. Сол сәтте дәл қастарында жедел жәрдемнің тар орындықтарының біріне бұрын байқалмаған бір ер адам отырыпты. Қара пальтосы тым қарапайым, тым ескі. Бетіндегі әжімдер жасын білдіртпейді. Қарт па, жас па, түсініксіз. Көздері ғана ерекше. Қара емес, қоңыр да емес, біртүрлі терең, тұңғиық, жарық түссе жұта қоярдай. Ерлан мен Айдана өздерінің әлемінде ғана тұрғандықтан оны алғашында байқамады, ол да асықпады. Әдеттегідей жан ашитындай да емес, қызығатындай да емес, бейтарап. Дәл біреудің тағдырын көп көрген адамның тыныштығы. Ақыры ол жай ғана сөйлейді. Ата-ана болу ең ауыр ант. Сіздер сол антыңызға соңына дейін дайынсыздар ма? Айдана селк етіп басын көтерді. Не дейсіз? Қызым өліп барады. Ер адам басын сәл қисайтты. Өліп барады? Үкім емес, бұл есік. Кей есік жабылады, кей есік бір шартпен ашылады. Ерлан ашумен тұрып кетпек болды, бірақ тізесі дір етті. Сен кімсің өзі? Ер адам тыныш қана жауап берді. Мен мүмкіндікпін, бірақ мүмкіндік тегін келмейді. Айдана көз жасын сүртіп ер адамға жапса қарады. Не керек? Ақша ма? Бәрін береміз, бәрін. Ер адам жымиған жоқ, қуанышы да жоқ. Ақша адамның қалтасын жеңілдетеді. Ал менің саудам жүрекпен. Осы сөзден кейін көліктің іші бір сәтке салқындап кеткендей болды. Дәрігерлердің дауысы алыстап, жедел жәрдемнің қозғалтқышы да тына қалғандай. Тек бір әлсіз пип қана бар. Ер адам еңкейіп сыбырлағандай сөйлейді. Балаларыңыздың тынысын қайтарғым келеді. Бірақ ол тыныс сіздерден алынады. Күнде, тамшыдай, ешкім байқамайды, әуелде. Ерланның өңі бозарып кетті. Бұл ақымақтық. Айдана болса ана жүрегімен бір-ақ сөзді көрді. Қайтару, тек тірі болсын, Құдай үшін қайтар. Ер адам екі алақанын бір-біріне тигізіп баяу сұрады. Сіздер барлығына дайынсыздар ма? Я, деді Айдана, айғайлап жіберді. Я, дайынбыз. Ерлан үнсіз қалды. Оның ішінде бір нәрсе тоқта деді, бірақ дәл сол мезетте қыздың арғы жағынан дәрігердің дауысы шықты. Уақыт жоқ. Сол сөз Ерланның қорғанын бұзды. Ол да сыбырлап, өзіне сенбей, я деді. Ер адамның көзінде бір сәт от жылт ете қалғандай болды. Ол орнынан тұрып қыз жатқан жаққа көз тастады. Ештеңе істемегендей, қол тигізбеді, дұға оқымады, тек қарады. Бірақ ауа қалыңдап, жедел жәрдемнің ішіндегі жарық сарғыш тартты. Монитордағы сызық дір етті, бір рет, екінші рет. Сосын жіңішке пип қайта оралды. Дәрігерлер қозғалып кетті. Бірі таңырқап, қайтып келді. Жүрек соғып тұр. Айдана жылап, Ерланды құшақтап алды. Екеуі дірілдеп, рахмет сөзін қалай айтқанын да білмеді. Қара пальтолы ер адам үнсіз ғана орнынан тұрып, есікке қарай жылжыды. Күтіңіз, деді Ерлан. Сіз бізге көмектестіңіз, атыңыз кім? Ер адам тоқтап артына бұрылды. Атымның керегі жоқ. Ең бастысы, уәде күшіне енді. Енді сіздер оған өз қызымыз деп қарайсыздар. Бірақ ол сіздерге бұрынғыдай қарамайды. Сосын ол жай ғана кетті. Ешкім оның жедел жәрдемге қайдан кіргенін, қалай шыққанын көрмеді.